Енді құрметті Абай ата ұрпақтары республикалық оқушылардың және колледж студенттерінің ғылыми жобалар конкурсы басталып, қазір біздің негізгі мақсатымыз ол осы біздің Абай атындағы Қазақ ұлттық педагог университеті педагогика және психология институты мен қатар мектепке дейінгі әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану білім бағдарламасы кафедрасының және бастамасымен университет деңгейінде шара өткізіліп жатыр. Енді барлық әлеуметтік желілерде таралды. Менің жанымда менің координаторым және менің магистрлерім Лунара мен Лаура отыр. Бұлар да ертең осы сіздерге көмектеседі. Ешқандай алаңдамаңыздар, барлығы дұрыс. Енді кірген кезде бір проблема болуы мүмкін, тіркелу. Бірақ енді ол автоматты түрде болу керек. Бірақ және біз тексердік. Біз тексерген кезде, мысалы қазір бізге Лунара өзін көрсетсін, қалай мысалы демонстрация жасайтын. Міне біз сөйлеп отырамыз, Лунара осы кезде өзінің микрофонын өшірмейді, мен де өшірмеймін. Бірақ Лунара осы арада мысалы өзіне экрандағы слайдты көрсете алады. Лунара, сен демонстрацияға кіріп көрдің бе? Мен бастайтын болсам, сіздің демонстрацияңыз тоқтап қалады. Соны басып көр. Міне көріп отырсыздар, Лунара және қосылып еді. Менің демонстрациям автоматпен жоғалып кетті. Солай ма? Лунара? Лаура көрсін. Лаура, сен де демонстрация жасап көр. Демонстрация экранда деп тұр. Сіздерге берілетін 3-ақ минут. Енді көп сөйлегенде 5 минут. Соның арасында басқалар күтіп тұрмайды ғой сіздерді. Келесі адамдар дегенде, мына Лунара мен Лаураға мен спискті беріп отырым. Міне Лаура магистр бізге жәнеге арасына кірді. Лаура, қалай, дауыс қалай естіледі? Өзің бір... Естіліп тұр дауысыңыз, ағай. Лауранда міне дауысы анық шығып тұр. Лунара қалай естіледі? Міне мен телефон арқылы қосып отырмын. Жақсы естіліп тұр. Болды, рахмет. Енді мен ары қарай өз демонстрациямды бастап кете берейін. Яғни міне құрметті қатысушылар, Лаура, Лунара, мына Абай ұрпақтары көрінді ме сіздерге? Көрініп тұр. Міне олардан автоматты түрде маған өтіп кетеді. Енді бір-бірлеріңізді сыйлаңыздар, бір-бірлеріңіздің айтқан сөздеріне аяғына дейін тыңдап, сосын сұрақ қойған уақытта жәнегі әділ-қазылар дейміз бе, жәнегі алқа мүшелері, олар сіздерге сұрақ қоюда мүмкін. Соған енді назар аударасыздар. Енді ол мына жерде міне алқа мүшелерінің несі тұр. Мына шақыру қағазы, мына жерде міне алқа мүшелері жазылған. Кеше біз университет ректоры, проректорларға кіріп, осы өзіміздің жоба туралы айттық. Бізде қазір халықаралық ғылым күніне орай ғылым 10 күндігі жүріп жатыр. Біздің жоба осы 10 күндіктің аясында өтіп жатыр. Арасында міне қарап отырсыздар, біздер ректор жәнегі Дархан Нұрланұлы отыр, сонымен қатар біздің институт директоры Ғалия Әскербекқызы, сондай-ақ ғалымдар, осы білім саласының ардагерлері. Енді қазір Лунара мен Лаура қазір өте белсенді отыр. Лунара мен Лаура маған айтып отырыңыздар, қай қалай естіледі екен. Мысалы, мынау қазір қалай естіледі екен, мен сіздерге мынаны тыңдатып көрейін.
Лунара, Жай Лаура. шығып тұр ағай. Дауыс жай. Өте жай шығып тұр. Записи солай болған. Бірақ негізі бар, иә, контакт бар, иә. Иә, былай шығып тұр, бірақ көрініп тұр. Міне тағы да бір тіс шыққаннан кейін көрінетін патологиялық процесс болып табылады. Онда қатты тіндердің деминетін жайлы Айша және мен Мынаныкы кішкене более-менее да жаңағы қарағанда дауыс. дикциясы қалай, дикциясы? Мен бұл тақырыпты не үшін таңдадым? Тіс кариесі Түсінікті былай Дайындалған көрініп тұр, иә? Иә. жалпы Болашақ, 10-шы класс оқиды екен, болашақ дәрігер ғой, дайын, онда қатты деминері зат не дауысы қалай екен? Бұлай комиссия мүшелері тыңдай алады ғой, иә? Иә, ағай естіліп тұр. Экранға шығатын болса. Қазір тағы біреуін көрейік. Бұны және тыңдатып қойдым біз. орны ерекше. Білім мен тәрбие негізі ұғым. Осы ретте ғалым Ағай бұның дауысы бәсеңдеу. білім адамзаттың тасжауы деген сөзін ұмытпағанымыз жөн. Мектепте білім мен тәрбие тұтастырылса, Балалар қалай сөйлейді. бар дауысына ағай. Ертең жай деп. Олар запись жасайды ғой. Запись жасағанда кейде микрофонды алыс қойып қоям екен. Қазір мынаны көрейікші. Бұл мүлдем естілмей тұр ғой ағай, почти. Ақырын, иә? Мүмкіндік солай. Бұл жерде мына баланың дауысы және қатты шыққан сияқты. Ағай, біз сразу ютубтан да істей алмаймыз, иә? Прямой эфирға ютубтан да кіруге болады ғой негізі. Ютубтан кіруге болады, оған арнайы не керек екен? Оған ақша төлеу керек екен. Оны сендер қарап көрдіңдер ме? Жақсы. Мен ағай іздеп көргенде, одан ақша төлеу жайлы көрмедім, что-то. Осы стримдер болып жатады ғой. Жақсы, енді оны көре жатармыз. Қазір бізді міне көріп отыр. Біз міне қазір видео отчет жасап жатырмыз. Міне қазіргі таңда міне 30-дан аса жобалар келіп түсті. Міне бізде Абай ата ұрпақтары чат бар. Чатта бәрі белсенді жұмыс жүріп жатыр. Мына балалардың енді видеосын мұнда мен жолдамадым. Бірақ 1-2 видео бар екен. Сонымен қатар бұл жерде бізде кейбір жәнегі слайдтар бар. Слайдтарда өте жәнегі сапалы жасалған. Мысалы, міне бір слайдты көрейік. Енді өздері ертең авторлар көрсететін шығар. Өте сапалы жасаған, қарақат дейді. Өте сондай мәнді, маңызды. Міне осындай жәнегі жұмыстарды жобалауға болады. Міне тағы да бір слайдты көрсетіп өтейік. Бұл жерде және берді. Енді олар өздері дайындап жатқан шығар жұмыстарын. Мысалы, міне мынандай да тақырыптарда слайдтар жасалып жатыр. Яғни негізі міне көрінеді, айтқан сөздер көрінеді, өздерінің ойларын жеткізуге тырысады балалар. Ең негізі енді біреулер сұрап жатыр, біз дейді баланың орын алуына дейді ютубтағы жәнегі әсер ете ме дейді. Ол әсер ете қоймайды, бірақ ютубты пайдалануымыз керек қой. Ютубты пайдалануымыз керек. Қазір сондай цифрлық трансформация жағдайы мектепте, оқу орнында, басқа да ғылыми орталықтарында біз әрдайым осындай бір-бірімізді көріп отыруымыз керек. Міне жерде осы ертең айтылатын сөздер жазылған.
әлі де белсенді. Көп адамдар енді мына техникалық кейбір мүмкіндіктерге мүмкін болмай отыр, енді оған қол жеткізе алмай отыр. Дегенмен де міне жерге 364 адам дейді, қосыла ма екен, көріп көрейік. Бұл енді экспериментальный ғой, ертең мысалы комиссия айтуы мүмкін, ананы қосып көрейікші деп. Шалом, меня зовут Хадас. Я учитель первого уровня в школе иврита имени Розена. Ақырын шығып тұр, міне Павлодардан дейді, Павлодардан. Міне дискуссия басталып кетті. Міне осылай болу керек. Бұны енді министрдің чатына жазуға болады. Бұл Қазақстанда үлкен тренд болу мүмкін ертең. Өйткені екі ортада байланыс болу керек. Мектеп, балабақша, колледж, университет, институт. Біз енді мына жас мамандарды қалай табамыз? Міне осылай, енді дауысы қатты естілмесе де, бірақ көптеген міне мұғалімдар, бәлкім ол бірге істейтіндері болуы мүмкін, бірақ оның ешқандай несі жоқ. Өте қуанып отырмын. Кім? Лунара, Лаура, қалай айтасыз? Қалай ойлайсыздар? Кәдімгідей не лайк жинап алыпты. Иә, естіп, балалардың жобалары осылай андай танымал, популярный болып кетуі мүмкін ғой, шынымен мектепте мүмкіндік береді ғой. Сосын тем более қазір 21-ші ғасырда қазір дамыған ғой. 2012 жыл жасаған платформа Экспо және балалар деген. Міне 2012-де жасаған платформа. Сонда осы балалар бізге өздерінің жобаларын жіберген болатын. Мынандай жобалар болды. Кейін ол енді бізден Тоқтарауға кіріп қатысты жобаға. Жобалары мына жерде көптеген балалар өзі лайк алып, өздерінің жұмыстарын жүргізді. Мына Экспо және балалар деп бұл аталады. Осығанда параллельно өткіземіз дегенбіз. Бұлай негізі көрініп тұр ма? Лунара, негізі көрініп тұр ма? Көрініп тұр, иә. Сол, онда әзірше біз жәнегі тоқтата тұрайық. Біраздан кейін тағы да өзіміздің жәнегі жұмысымызды жалғастырамыз. Жақсы.